Армысыздар, құрметті көрермен. Шымкент қаласы Қаратау ауданы Нұр Отан партиясының филиалы Қайнарбұлақ бастауыш партия ұйымы мен Бәйтерек бастауыш партия ұйымдары қауымдастығының ұйымдастыруымен 16 желтоқсан тәуелсіздігімізге 28 жыл толуына орай аймақтық елді мекендер, атап айтқанда Қайнарбұлақ саяжайы, Асар мөлтек ауданы, Достық мөлтек ауданы және Ақжайық мөлтек ауданы тұрғындары арасында волейболдан турнир өтті. Ойын нәтижесінде ең үздік ойыншы номинациясымен нөмірі 89-шы мектеп лицейінен Айдарбек Асламбек, ең үздік қорғаушы номинациясымен нөмірі 125-ші жалпы орта білім беретін мектебінен Исаев Мұхтар, үздік шабуылшы және ардагер спортшы нөмірі 83-ші жалпы орта білім беретін мектебінен Сәденбаев Бақтияр, үздік үйлестіруші нөмірі 90-ші жалпы орта білім беретін мектебінен Шыңғылбаев Алихан марапатталды. Қайнарбұлақ бастауыш партия ұйымының төрағасы Берпай Елтайұлы Михеевтің арнайы жүлдесіменен нөмірі 83-ші және нөмірі 125-ші жалпы орта білім беретін мектептері марапатталды. Ойын қорытындысы бойынша жүлделі 3-ші орынды нөмірі 59-ші жалпы орта мектебі иеленсе, 2-ші орынды нөмірі 90-ші жалпы орта мектебі иеленді. Ал 1-ші орын менен нөмірі 89-ші мектеп лицейі марапатталды. Ойынға қатысқан барлық спортшыларды тәуелсіздік күні мерекесімен тағы да құттықтай отырып, жеңісті күндерде жолыққанша дейміз. Құрметті жерлестер, құрметті отырмыстар, барлықтарыңызды тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін Шымкент қайырымды қала аясында тәуелсіздік мерекесіне орай Қайнарбұлақ бастауыш партия ұйымы Қаратау аудандық бүгін үлкен мынау елді мекендер арасында үлкен волейболдан турнир өтіп жатыр. Бұл турнирдің мақсаты мынау елді мекендер арасында халықтың арасындағы ынтымақтастықты қалыптастыру мақсатында өтіп жатыр. Мына осындай мүмкіндікті пайдаланып, барлықтарыңыз тағы да тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Еліміз тыныш, елбасымыз аман болсын. Әлі біздің бұл акциямыз әлеуметтік тұрмыс жағдайы төмен отбасылардың үйлеріне барып арнайы мынау мерекемен құттықтаумен жалғасады. Тағы да осы мүмкіндікті пайдаланып барлықтарыңызды шын жүректен ең ұлы мереке тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Қазақстан жасасын, елбасымыз аман болсын.